егер ұрпағымыз, бала-шағамыз шынымен конкурентно способный болсын десек, қоғамда бір тұлға болсын десек, онда білімнен ғана. Кімде білім ол күш. Білім жоқ па, әлсізсің. Сен PQ-ң бұнда әсер етеді. Өйткені кішірейіп алған адамдарында үлкен ірі жігіттер күзетіп жүрді артынан. Айырмашылық не дейсің, бір соқса ұйықтатады ғой жиесін. Ал айтып тұрады да, үндемей артына күзетіп. Оққа барып ол. Болды. Ана бір білім бар. Ол тек қана байлық деп айтпаңыз да, оған да жеткізудің бір практикасы бар, білімі болғандықтан соған жетті да. Егер өз жеткен болса. Әкеден қалған болса, ол мирас мал болмайтын нәтижесі. Шынымен күшті болғым келе ма? Оқиық. Сұрақтарыңыз бар ма? Құрметті ағалар. Сұрақтарыңызды тыңдап тұрыңыз. Жаңа деңгейіміз қалай білеміз енді? Айши деңгейі ма? Артқа жүгір. Осыра тоқта. Біздің IQ деңгейіміз бұл диапазондық деңгейде физикадан жоғары тұрады. Физикалық күштілікті өлшеу бірліктері бар. Қазір тесттер бар, оны сіздерге айтпайын, ол тестті тапсыр деп. Ең жақсы тест сіздің шын досыңыз ғой, сол айтады. Немесе ортада бір кураторларыңыз бар шығар, достарыңыз айтады. Не оқиын? Мен Эйнштейннің теория относительності оқиын деп жатырмын дедіші, күлсе сізді кемес ол. Егер, давай, жас, бірге оқиық десе, онда лайық тапыңыз. Мәселе осы ағалар. Мен сіздердің деңгейлеріңізді айтамайын, достарыңыздан сұраңыздар, ақылдасыңыздар, әдебиет оқитын болсаңыздар, жеңілінен бастаңыздар. Өйткені тістеріңізді сындырып алып, кейін мүлдем сүйек мұжаймай қалмаңыздар. Кітап оқудың желанияларыңыз қашып. Жеңілден бастаңыз. Өйткені хадис бар, пайғамбарымыз екі істің ортасында жеңілін таңдайды. Екі кітаптармен жеңілін алыңыздар. Айып емес ол. Маңызды оқу процесі өмірімізде тірілуі. Маңызды сол. Әдеттенуі емес кітап оқу. Біз кітап оқығанға бейт қалып. Енді көптен қолданбаған бір істі қолдансақ, шорқақ болып тұрамыз ғой, жартылай толық істемей. Бізде кітап оқу процесі солай оқығанда. Бір ыңғайсызданып, өз кітаптың өзі салмағы басқама, тауып алай дегенде әдеттену керекпіз, бірігу керекпіз. Сол уақытта өзі кетеді. Және бір ақыл, бір кітап бітпей келесі кітапты таңдап қойып салады. Мүмкін болса. Өйткені оны бітіріп қойып келесін іздеймін дегенше, 2 күн өтіп кетеді, бәлки бір апта өтіп кетеді, ол да бос уақыт болады. Ол бостық адамды құлдыратады. Мүмкін болса, даму процесінде бостық жібермеу керек. Жоқ дегенде олмайды. Бір нәрсені қарап, оқып даму керекпіз. Басқаша мектептің программасы міндет. Өйткені базовый комплектацияда сіздерге айтатын, құрметті жастар, оқысақ, содан университетке де түсеміз. Мақсатым болса, қазірден бастап. Білім арқылы барған өте қысқада. Мында бұл? Түсіндім. Ондай мәселе бар да, сол себептен лимит. Студенттерге айтарым, емтихан алдында әдебиет бастамау, апайларға айтарым, тамақты газда оқып, әдебиет оқымаңыздар. Өте, шынымен бұл үлкен бір нәтижеге апарады, жақсы емес. Оқу процесі жақсы да, тек жақсы мен жақсырақтың ортасын бөлудегі бір өлшем бірлігі бар. Мысал айтайын. Бутылкада 1 литр су бар. Мына алам қанша литр? Бөлмені алам. Негізі алам литрмен өлшенбейді, сұрақ қате қойылды. Алам метр квадрат деп шаршы метр өлшенеді. Трансформаторға барып айтсам, аға, мына трансформаторда қанша литр тоқ бар десе, және қателестім да. Өйткені тоқ ватт-кило. Олай болса, әр істің өзіне тән өлшем бірлігі бар өлшем. Тура сол сияқты үйдегі отбасылық қарым-қатынаста өлшейтін бірлігіміз бар. Мен кітаптың арасында өлшейтін өлшем бірлік, мен әйелім арасында өлшей алмаймын. Әкеммен өлшейтін бірлікті достарым өлшей алмайды. Әр қайсының өзінің өлшем бірлігі бар. Приоритетті қоясыздар. Білмеймін енді, егер мысал болса, тамақ дайындау керек, кітап оқу керек.
күйіңіз аш келеді, ол парызда. Кітап оқу да парыз, тек мынау маңыздырақ демекшімін бұл біріншісі. Өйткені екі парыз қатар келсе, маңызды мен маңыздырағы өлшенеді. Алайда екеуі де парыз. Қызмет ету де парыз, кітап оқу да парыз. Тек біреуі дәл сол уақытқа маңыздырақ болады. Мысал келтірейін. Мен университетте сабақта отырмын. 5-дің намазына азан шақырды. Бір студент шығып барады. Бәлки мен кетіп баратырмын. Ұстаз айтты, қайда барасың? Мен айтам, намазға. Намаз парыз дейді. Ұстаз айтты, білім парыз ба? Білім де парыз. Намаздың уақыты кең ба, тар ма? Намаздың уақыты кең. 5-те шығады, 5-те. Білім қазір 2-де бітіп қалады негізі. Лекция. Екі парыз қатар келсе, біреуінің уақыты кең болса, біреуінікі тар болса, қайсыны аламын? Тарын аламын. Тура сол сияқты. Үйде ас істеу уақытында ол да парыз деген болса, кітап оқу парыз деген болса, қайсыны аласыз да? Дұрыстап өлшейді. Егер мынаны алып қойған болсақ, егер осы жанжал болса, онда бұл дұрыс емес. Өйткені жақсы іс парызды істеу, жамандыққа бармай дұрысқа. Шынайы істелінген іс жаманшылық нәтижеге апарады. Егер апарған болса, онда өлшемдердегінде қателестік. Онда мен машиненің жылдамдығын километрмен емес, литрмен өлшеген сияқты болып қалдым да. Алайда ол анау өлшем бірлігі де дұрыс, мынау да дұрыс. Тек әрқайсының уақытын, жерін таңдау керек та. Мүмкін болса осылай. Жұманың азанын айтыңыздаршы. Вообще андай мысалға уақыт мәселесі. Жоқ, мәселе сұрақ неде, соны мен түсінбедім. Жұмыс уақытында болса. Жоқ, пешінің азаны бердіңіз ғой, пешінің уақыты бар ғой. Жоқ, жұманың азанында жұма оқылады ғой. Мен сіздерге айтайын, жұма оқылады, бұл менің оқыған университетте. Ал сіз университетте сабақ оқылады. Онда жұмаға бармайды балалар. Өйткені жұманың орнында 5 бар, а лекцияның орнында не бар? 2 бар. Ол нәтижесі жаман болады да. А мынау сол сабақ парызды орындайсыз дейсің. Бұл приоритеттерді ғой. Бүгінгі тақырып фикс сабақ емес, мүмкін болса тақырыпқа қатысты сұрақтарыңыз болса. Қалай өзіміз тәрбиелесек болады, ең мықтырақ маңызды енді. Ең керемет мотивация оқуға. Оқу. Басқа түк жоқ. Ол мен сіздерге алтыннан аттап, күмістен күптеп айтайын, оқу процесі болмаса, болмайды. Сіз бүгін бастаңыз, жеңіл бір кітаптен, өзіңізге қызықты бір кітаптен, сол кезде сезесіз. Не істеуге болады? Бастау керек. Начинай с тем, что есть дейді ғой. Мен қазір жүгіремін. Условно бір тренировка бастаймын. Марафонға қатысамын. Маған не керек? Кроссовки керек. Кроссовки Asics болу керек. Басқа мен жүгірмеймін, тек Asics аламын. Ол Asics дүкен табасың. Сен размерді. Бір аптадан кейін келеді деді, бір аптадан кетті. Бір аптадан кейін сатып алдым. Не керек? Спортивка керек. Термобиле керек. Оны іздейсің. Қалай болса да жоқ дегенде 2 апта жоғалтамыз. Ал бүгін бастадым, мен бастайын. Бисмилля, бастаңыз бүгін. Неңіз бар? Asics болмаса да басқа бір Adidas бастаңыз. Маңызды сол, бастау. Менде қандай қабілет бар? Бастай. Кейін көш жүреді барып түзеледі. Оқу процесі де реттеледі. Біз мұнан оқу бастамай, оқудың қағидасын салып қою өтірік. Тәрбиеленеміз ба? Оқу процесін бастағаннан кейін по факту сұрақтарымыз болады. От сол кезде сөйлесек. Үлкен балам тағы бір сұрағым келеді. Үлкен балам фантастика кеше кітабы оқып бастады да, фантастика оқыды. Вот ол неше жас? 14 жас. Фантастиканың шығу тарихын айтып берейін. Адамдар иман етпегеннен кейін жынға сенбейді, пештеге сенбейді, рухани азық қажет етеді ғой бәрібір. Метафизикалық бір болмыстарды. Содан кейін фантастикамен компенсировать етеді. Оқысын, көкжиегін дамылсын, рухтың азығын фантастикамен емес, ақиқи пайғамбарлар тарихын оқыған абзалырақ мұсылман қауымына бірінші. Кейін бар фантастика оқып береді. Кітап оқуда әбестік жоқ, егер адамның өзінің иманы қалыптасқан болса. Ағам десе батыстың философиясын оқысын, оны жауа алмайды. Қалыптасқан болса. Оқу процесі осы. Қызығасын болса, оқитын мәселені бөгеменді. Тек антивирус қалыптастырыңыздар. Теріс информацияға иммунитет қалыптастырыңыздар. Оны да өзіміздің қайнар бұлағымызда. Діни терминда Құран сүннет, салт дәстүр болатын болса, классик жазушылар мақал-мәтеліміз өзіміздің дәстүріміз. Оқу керек.
Қазақи жаңа айтып өттіңіз, біз не дәстүрімізді білуіміз керек, қайда бұламыз деп. Мысалы, сол жағымыз білмейді екенбіз, білуіміз керек қой шарт получается біз, Өйткені ұлт болмайды, тілін білмей салт-дәстүрін. Біз жоғаламыз. Діни жағында не алдыңыз ғой, мысалы. Діннен де дәлел бар. Өйткені Алла мені қазақ қылды. Құранда аят бар. Біз сендерді ұлтқа бөлдік, не үшін танысу. Танысқан кезде не деймін? Мен есімім Рауан, Қазақстаннанмын. Валютамыз теңге, елбасымыз Назарбаев. Жылқы жейміз десең, олар қорқады. Айту керек, ол біздікі. Түсіндіңіздер ме? Құрт жейміз десе, ол не дейді? Бәрі. Біз салт-дәстүріміз танысу үшін жеткізу болса, оны өзіміз үйрену керек боламыз. Қалай біз біреумен танысып, біреумен диалогқа түсеміз? Бір-бірімізді қалай зерттейміз, өзімдікі жоқ болса. Ондай болса, нәтиже не туындайды? Өзіміздікін білу міндет болады. Өзіміздікін білу. Бұл өте маңызды. Және де қоғамдағы вирусный сектантство дейміз ғой. Бұған ең қатты иммунитет, дұрыс діни сауатпен қатар салт-дәстүр. Атасы мен әжесінің тәрбиесін көрген адам, ол йогаға бармайды. Ваххабизмге де бар. Не? Мынау болмайды деп әжесі тәрбиелеп салды. Не болады? Жаман болады. Жаман болады осы бізді тәрбиелеген атақты үш сөз ғой. Ұят болады, жаман болады. Бізде қазір айтайын, бізде байсалды ата мен әженің кризисі жоқ. Бізде коммунизм кезінде коммунизмнен ұрлап араққа сатқан аталарымыз көбірек. Болмайды деп тұрсақ, жоқ іштен кетпейді. Жіберсін, ұстап берді, Әкешеге қарсы қалмайсың. Жай жеткізуге тырысамыз. Жаңағындай апайымыз қарындасымыз сұрағандай досымызды әкеліп ақылдап түсіндіреміз. Но белгілі позициямызды қоямыз. Жай, ұрыспай, мүмкін болса. Айғайламаймыз. Негізі мынау дұрыс емес. Мен осындай адам едім ойымды, өздеріңіз солай үйретіңіздер, тәрбиеледіңіздер. Мен сіздердің тәрбиелеріңізде мен осындай болып қалдым. Олай болса сіздер мойындаңыздар өз продукцияңызды деп айтуға керек та. Қасы келмей қалады. Әлем вариант деген мына сөзіңіз. Негізі солай ғой, мүмкін болса, мынау қандай қонақүй, Роял Плаза ма десе, я, бұл достық деу керек та. Еш уақытта жоқ деп қарсы келу агрессия туғызады. Мүмкін болса, я деп мақұлдап бар, дұрысын айту керек та. Сіз дұрыс айттыңыз, но мынау депші. телефон бермейміз деп айтылған. Қалай? Телефонды бермейміз деп айтылған. Балаларға? Бізден қарамайды. Біз үйде болмаған кезде білмейміз ғой. Мен түсіндім. Мен былай айтайын. Бұны ұйымдастырушы Дарияға айтсаңыз, семейный тренингтер бар ғой, Елжас Ертайевич, ол келетін болса, мен бала жоқ, мен практикант емеспін. Бірақ телефон бүзілгенге қатысты ержанымыз бар айтыңыз. Ержан кішкене 10-15 минут беруге рұқсат берді. Жоқ, әрине ол заманның талабы болмайды. Лимит қою керек, шарт қою керек. Деп солай ойлаймын. Мен айтайын, баласы бар адамнан сұрағанда шықпайды. Қиын маған бұл сұрақ. Рас айтамын. Өзім қақтағасып, көрмегеннен кейін ауадан алуда біраз өтіп кетеді. Мен бір сұрағым бар еді. Глупый сұрақ шығар еді. Сұрақ глупый болмайды ара. Жаңағы кітап оқу мәселесінде электронды кітаптар, қағаз кітаптарға мен интернеттен оқып алғанмын енді. Сол ішінде приоритет бар ма? Приоритет классика. Қағаз иіскеліп отырғанда жетпейді деп айтады да, жаңағы иіскеліп оқығанымыз. Бұл ағалар мынандай түсінік екен. Бұны біз көп сұрадық, ұстаздардан да сұрадық. Бұл ұрпаққа байланысты бір не? Немесе қолайлылыққа байланысты. Шынымен кейбіреулер электронды кітап өте қолайлы. Және оны түсінеді да. Өйткені ол мынандай мектепте кітап ұстамаған ғой. Көп. Оған сол оңай. Ал енді ағаларымызға электрон кітап бер, оны парақтай алмайды. Оны ұстай алмайды, оны сақтай алмайды. Мен оқимын, электронды кітап оқимын, Kindle'да. Өте сирек оқимын. Әуежайда, анда-мында жүрген кезде жолда. Алайда кітап ұстағанда не жетсін. Бұл адамның өзінің восприятие дейді ғой, қабылдауында. Мен қағаз кітапты ұстап, шытырлатып, иіскеген дәмін, иісін сезіп оқыған ләззат десе, оған сол дұрыс та, оны қинап керек жоқ. Әркім өз қабілетіне байланысты ғой, оны
екеуінің арасында мына көбірек қабылданған нәрсе жоқ ол Білмеймін. Ондай бір ғылыми зерттеулер жүргізілген шығар электрондық және кітап, қағаз кітаптың арасында. Но мен сенімдімін, қағаз кітап классика ол жоғары тұрады, қалай болса да. Но анаға да қарсы емеспіз. Оқылу керек, қолдану керек, кімге қалай қолдану, ол ыңғайлы болса болды. Маңызды ол пайдасын алу. Әйтпесе 4 томдық кітаптерді сумкада тасу қиын ғой. Планшетқа оңайырақ та. Сұрақтарыңыздар ма? Адам осы 4 қуатты қатарынан күшейткен болса, ал 4 қуатты қатарынан күшейту үшін тұтыну керек. Білім болмаса, мыңнан қате кетеміз. Эмоциямызды дұрыс қолданбаймыз. Рухани азығымызды дұрыс бермейміз. Нәтижесін айтайын, онда сөз түйіні ретінде. Бұл сүйрет ағалар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның әл-муъминул қауи хойрун ва ахаббун илаллахи минал муъминил заиф ва фи кулли хойри деген хадисін аударған. Күшті мұсылман жақсырақ, Аллаға да сүйкімдірек, әлсізге қарағанда. Алайда екеуі де нәтижесінде жәннатқа кіреді, екеуі де жақсы. Тек күшті жақсырақ. Сол кезде ғалымдар айтқан, күшті мұсылман осы төртеуінде бірдей күшті болу керек деген. Бұл хадистің сүйрет бейнесі. Күшті болайық, жақсы болайық, пайдалы болайық. Төртеуін қатар ұстауға нәсіп болсын. Сұрақтарыңыз? Мына осы қазір сұрақтың шеңбер ішінде орналасқан соң белгілі бір немен орналастырылған соң белгілі шарттар бар. бәрі ішіне қамтиып тұр ғой болмаса да Бұл диапазондары мынау кішкентай, мынау үлкенірек. Бұның себебін айтайын, не қылып бұлай. Енді мен молда болғаннан кейін молдалық тілмен айтайын. Мен иманымды, дінімді, дағуатымды құрметтілер біреуге жеткізгім келеді. Мен күшпен 10 адамға түсіндірдім. Біліммен 1000 адамға түсіндіре аламын. Білекті бірді жығады, білімді 1000-ді жығады. Ал эмоционалды харизмамды қоссам, және заводтағыдай миллион адамға әңгіме айта аламын. Ал егер SQ-ді қоссақ, періштелерге әңгіме айта аламын. Адамға әсер ету диапазонына сай есептелген да. Ал егер эмоция қосылған кезде харизма, онда IQ мен PQ чернорабочий сатады. Өтте бұлар тар болып қалады мына жағында. Ал рух қосылған кезде адам періштеге 7 миллиард халыққа сөз өткізе алады. Егер біздің мақсатымыз ла иляха иллаллах бұны түсіндіру болса, онда төртеуі қатар болу. Ал мына деңгейде әңгіме айту 7 миллиардқа да болады. Тіпті періштерге де түсіндіріп бере алады. Сұрақтарыңыз? Әйтпесе ол лидер болмайды. Үлкен жетістікке жеткендердің барлығы осы. Барлығы. Енді бір физик бар ғой, айтишник, оның денсаулығында біраз проблемасы бар да. Ақиретке жаңа айтып кеттіңіз, ақиретке жақындағанда білім дамиды, оны дәлелі бар ма? Айтарлық дәлелім жоқ, тек автордың айтқан сөзі бар, Саид Нурсидің. Қияметтің алдында ұрпақ білімге ұмтылады. Білім негізге қайнар болады, білім негізге сөз болады. Кімде білім болады, ол күшті болады. Алайда сол білімділер барлығы 7 миллиард білімді оқып кеткен кезде арасында кім мықты болады? Балаға деген. Шешендік сөз иесі, өз ойын әдемі жеткізетін адам бір төбе жоғары тұрады. Олай болса, 21 ғасырдың ғылымы деген ғалымдар не емес, гуманитария деген ғой, социология деген, журналистика деген, психология деген. Қазір техникалық дәуір өтіп кетті. Қазір гуманитарный ілімдер кеметін сипаттар деген. Қалай болса, гуманитарлық ілімдер қазір бір төбе жоғары тұрады. Сонда балағың IQ-ге келеді ма? Балаға деген шешен сөзі IQ ғой? IQ ма, EQ ма? Но IQ, білім, EQ деген emotion quality, эмоция, сезім. Жүдіру. Сезім ол таза сезім. Сезімдер. Но абстракция, но метафизика, абстракция, бұл да абстракция, бұл енді физика.
Құрметті ағалар, біздің уақытымыз болды осымен. Сұрақтарыңызды тыңдап тұрмын. Жақсылықта жолыққанша